сен қанша жерден энергия тасып баратқан адам бол. Сен қанша жерден психологиялық тұрғыдан өзіңді бір сабырлыққа алып келген, өзіңнің бір түйініңе келген адам бол. Сенің қасыңда көмек болмаса, сен ешқашан өз ішіңдегі тыныштықты таба алмайсың. Өйткені қараңыз, сіз азанда 9-да жұмыста болу керексіз, иә? Біз мысалға, мен емізгім келді. Сол үшін біз менің жұмысымның жанындағы үйге көштік. Яғни біз ата-енеммен бірге тұратынбыз. Менің ата-енеме айтқанда олар айтты, сендер жассыңдар, жұмыс жасаңдар. Менің ата-енем де Шымкенттен, бірақ олар сондай көзі көрген адамдар, сендер жассыңдар, жұмысқа шығыңдар, жұмыс болып тұрса, сені қайтадан сенің компанияң жұмысқа шақырып тұрса, онда барыңдар деді. Біз ата-енемен екінші ұлымызда біз деген бөлік кетуге әлі біздің енді